Ассаламалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін 3 маусым, бірінші маусым күні білесіздер, мен туған інім Молдахан Әділетханның бірінші соты отырысы болған еді. Осы уақытқа дейін енді мен үндемедім, көрейінші едім не болатынын. Дегенмен ішкі істер министрі Саденов мырза, сізге өтініш. Енді мына Әл-Фараби ДТП-сына қатысты мен туған інім айтты, сіздің ведомствоға кәдімгідей сөз келтірді. Мемлекет басшысынан да сөз естіген боларсыз. Оның барлығын түсінемін мен. Дегенмен енді мына пакттың өзіне де кешірім беріп жатыр ғой жәбірленуші тараптар. Әділетхан айтты да қойды, екі басшыны орнынан алып тастадыңыздар өздеріңіз. Дегенмен қазақта айтады, жаңылмайтын жақ сүрінбейтін тұяқ болмайды деп. Ешкім бұл жақта святой емес, оны барлығымыз білеміз. Осыған байланысты енді бір кешірім бермесеңіздер болмайын деп тұр ғой. Себебі кез келген адам қателеседі. Енді ол кез келген адам баласы егерде қателессе, бұл адамға соған тән құбылыс деп есептеуге болады. Пайғамбардың өзі де кешірімді болған. Құдай да айтады ғой, кешірімді болар деп. Осыған байланысты енді бір өздеріңіз бір дұрыс шешімін шығарып, сондай дұрыс нәтиже берсеңіздер, жалпы біз Қазақстанда, жаңа Қазақстанда толықтай ақпаратты Telegram арнамыздан аласыз.